проголосовал сам Токаев, он говорит... Нур-Султане. Ставку делал на три основных понятия. Это преемственность, справедливость и прогресс. И, собственно, на избирательном участке, где проголосовал сам Токаев, он говорит именно о преемственности. Мен үшін біреу беріп қойды ғой. Ешкім берген жоқ сіз туралы. Потом двойной считается, Ешкім берген жоқ сайлау заңын біледі. Вопросам то мынарада, егер мен үндемей кетсем, қолды қоя саласыздар да, қалаған адамдарыңызға жібересіздер. Сіздер ойлайсыздар. Военный билет алып келіңіз. Военный билет алып келіңіз. Такие данные озвучили председатель Совета института Қоғамдық ПКР Айнур Мажитова на брифинге в Нур-Султане. Қосановқа 192 Тоқаев. Кім айтады? Сен 1134 Қосановқа, 315 Тоқаевқа. Міне қандай процент? Міне мөр басылған. Бәрінде мөр басылған. 707 дауыс. Мен. 707 дауыс Қосановқа. 211 Тоқаевқа мына жерде. 25 дауыс Қосановқа, 88% Тоқаевқа. 90% Қосанов жеңіп отыр. Бәрі мөр басылған. Көрсетмес мөрлерінде. Мөрлерін көрсетілген. 202 учаскене нөмірменен. 447 участка. Бұл не бассыздық, а? Халықпен бүйтіп издевать етуге болмайды ғой. Бір ай бойы не істеп жүрді мыналар? Біреу бір тиын алмай жұмыс істеді. Дұрыс па жігіттер? Дұрыс. Бұны халық білу керек. Халық білу керек бұны. Міне қыздарымыз міне істеп отыр. Bir tiyin alma istedi bir ay boyu. Sütlüde kendine bərimiz köşeğe laqtып tastады. Yat koy, yatma, yat. Біздің WhatsApp группаларға жан-жақтан протоколдар түсіп жатыр. Біздің қазір енгізіп отырған таблицамыз бойынша 70% айқындықпен Қосанов жеңіп келе жатыр. Нақты результат шықпай жатып, оны әлі мойындауға болмайды. Бізде жеңіс емес. Құрметті қазақ елі, мынау телеарнада көрсеткен сенбеңіздер. Ол жалған ақпарат сіздерге беріліп жатқан.